Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. Екінші сынып және екінші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз п мен б. Сабақ мақсаты п әріптерінің сақтап жазғаны нұсқаулық құрастырамыз. 13-ші жаттығу бағандағы сөздерді оқы. Жауап, жауабы, есеп, есебі, ала, алабы, тәртіп, тәртібі, шөп, шөпі, сап, сабы. Сөздерді салыстырып, сөз соңында б дыбысы неліктен б-ға көшіргенін айтып көр. Өз қорытындыны төмендегі мәліметпен салыстыр. Б дыбысын аяқталған сөзден кейін дауыстағымыз келсе, б дыбысы б-ға айналады. Кітап, кітабы, тарап, тарабы. Он төртінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Асқар әдеттегідей мектепке бір ғана қалам алмады. 3 қалам алды. Оны әкесі байқаса да ештеңе демеді. Бірде ол асығып әкесіне келді. Әке, сізде 1-2 қалам болса беріңізші деді. Әкесі жұмыс істейтін таппасынан 2 қалам алып үндемей ұсынды. Бір күні әкесі: Асқар, сенің бұл әрекетіңді түсінбедім. Мектебіңе бірнеше қаламмен кетесің бе, біреуімен ғана қайтасың, қалғандарын қайда жібересің деді. Менің кейбір достарымның жиі қаламы болмай қалады. Біреулері үйінде ұмыт қалдырады. Сондайда мен оның 5 қаламын деді Асқар. Мәтінге туралы мәтіндегі негізгі ойларды. Мәтіндегі достарына көмектесу туралы негізгі ойы қамқорлық жасау ұста. Егер сен Асқардың орнында болсаң, сен не істер едің? Егер мен Асқардың орнында болсам, мен де достарыма естіп жүрер едім. Мәтіндегі қарапайым жазылған сөздердің арасындағы өзгерістерді байқа, оны сен не деп ойлайсың? Мектепке, мектебіне. 15-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен кітапханаға жиі барамын, мұнда кітап алған кітапты жазып ұстаймын. Қарапайым жазылған сөздерді салыстыр. Кітап, кітабы, б дыбысын аяқталған сөзден кейін дауыстағымыз келсе, б дыбысы б-ға айналады. 16-ші жаттығу берілген сөздерге а әріптерінің тиістісін қосып жаз. Бұның өзгерістерін түсіндір. Мектеп, қап, сап, қолғап, шөп, топ. Мектебі, қабы, сабы, қолғабы, шөпі, тобы. Б дыбысынан кейін дауысты дыбысы а дыбысы келген кезде б дыбысы б дыбысына өзгереді. Шығармашылық сөйлес 17-ші жаттығу. Мектеп кітапханасында кітапқа тапсырыс беру нұсқаулығын толықтыр. Кітапқа тапсырыс беру үшін кезеңді, қажетті кітаптың атауын және авторын айт. Кітапханашының жауабын қой. 4-ші, кітапты алған соң тыныштық сақтап бос орынға отыру керек. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.